Үтіктен қалған тақты кетіру. Киіміңізді үтікке кетіріп алсаңыз, оны лақтырудың қажеті жоқ. Киімдегі үтіктен қалған тақты кетіру үшін төменде көрсетілген кеңестерді орындасаңыз болғаны. Бірінші, киіміңізді үтікке кетіріп алған жағдайда киімдегі тақ терең болмаса, арасына уақыт салмай кір сабынмен жуыңыз. Екінші, киімдегі үтіктен қалған тақты сумен сулап, үстіне ас содасын себіп қойыңыз. Сода сіңген соң, тақты шетінен ортасына қарай ысқышпен абайлап тазартыңыз. Егер тақ толықтай кетпесе, әдісті қайтадан қайталаңыз. Үшінші, жоғарыдағы әдістер көмектеспесе, тақты жылы сумен сулап, үстіне тұз себіңіз. Мата кепкен соң, матаны тұздан щеткамен тазартыңыз. Төртінші, үтіктен қалған тақты кетірудің тағы бір жолы, таққа лимон жырын құйып, қант ұнтағын себу. Қоспа кепкен соң, оны жылы суға жуыңыз керек. Бесінші, 2/1 қатынасты сірке суын және қарапайым суды араластырып, қоспаға киімді салып қоямыз. Біраз уақыттан соң жуып аламыз. Алтыншы, үтіктен қалған тақты кетіруге сутегі тотығы да көмектеседі. Ол үшін таққа сутегі тотығын құйып кептіресіз. Содан соң киімді қарапайым жолмен жуып алу қажет. Кейбір жағдайларда жоғарғы әдістердің көмегімен де кетпейтін тақтар болады. Ондай жағдайда киіміңізді химиялық тазартуға беріңіз. Бір ескерте кететін жайт, қабылдаушыға тақты кетіру үшін қандай заттарды қолданғаныңызды айтуды ұмытпаңыз.